Ернар? Балауса ханым, менің ойымша, үміткердің таңдауы Біжай ағамыз сияқты. Неге? Өйткені шашына қарасаңыздар, шашы бұйра. Бүгін мен ку-чемпионмын деді. Менің кімчан дейім кесе екен деді Біжай ағамыз. Ал керек болса. Сондай бір сенімділікпен қарсы алайын деп Ол отырсыз. ку-чемпион болғанда ку-чемпионда әбір жейді ғой кейде. Сол кезі шығар деп отырмын мен бұл кісіні. Мен ойлап отырмын, Жәнібек бауырыма келді ау деп отырмын мен. Жәнібек дейсіз. Қатты күтіп жүр бұл кісі. Шолпанға келген сияқты деп жатыр қыздар. Нұрдәулет әлде Жанболат деп отыр Мадина. Үміткердің таңдауы Ғалымжан, келіңіз. Ғалымжан қатты қуанған сияқтысыз. Я күттім. Мұндай биді көрмеп едік сізден. Дұрыс Әлде бір емес, билеп мен бересіз ба? Әлде билеп берсеңіз. Мынау не екен? Бауысхан, Биличейін қосып берсеңіздер. Ал, нені қосып берсеңіз деп жатсыз? Майкл Джексонның? Ғалымжан, икеміңіз бар, кәдімгідей жақсы біледі екенсіз ғой, тек аяғыңыз сырғанамай тұрған болмаса? Я сол аяқ киім чуть-чуть неудобно, бірақ мен мектеп кезінде Майкл Джексонға кішкене еліктегенім бар. Содан сіз пародия жасағансыз, кішкене қалып қалғанда менде. Әдемі жақсы біледіңіз, иә. Енді үміткерді қабылдауға дайынсыз ба? Иә, дайынмын ғой, 100%. Талаптарыңызды еске түсіріп жіберейік. Талаптарым қарапайым, шаршап қалдым билеу. Шаршамаңыз, әлі үміткер күтуіңіз керек. Қобалжып тұрмын ба кішкене. Қобалжуыңызды басып алыңыз. Негізі, мен еске түсіріп жіберейін, сіздің білуімше сіздің талаптарыңыз. Тұрмыс құрмаған болу керек, иә? Әрине. Бойы ұзын қыз болу керек. Сізбен қатарлас болып тұру керек аяғына биік өкше киген кезде, иә? Иә, сондай болса. Сосын жасы 18 бен 25. 18. Сізбен құрдас деп келістік қой. Максимум, иә. Сіздің жасыңыз 28-ге дейінгі қыздар болу керек. 28-ге. Ал шақырамыз ба? Шақырайық. Жақсы, ендеше Ғалымжанның алғашқы үміткері, келіңіз. Қош келіпсіз, ондай бір сұлу қыз келіп студиямыз жарқырап кетті. Есіміңіз? Сәлеметсіздер ме? Есімім Қарлығаш. Қарлығаш, жасыңыз? 19-да. Қызылорда қаласының тумасымын. Ал неге Ғалымжан? Сырт келбеті ұнады біріншіден, өзін-өзі ұстауы, ұстамдығы, сол себепті таңдап келдім. Жақынырақ танысайын деп, әзірге сырт келбетін ғана ұнаттым деп жатыр. Ал Ғалымжан? Қарлығаш, қош келдіңіз. Қобалжымай отыра беріңіз, қасыңызда өзім боламын. Өзінің қобалжып отырғанымен шаруасы жоқ. Әрине, мен қобалжып отыра берейін, чем үміткерден қарағанда. Жақсы. Ол кісінің қобалжуын өзіме қарай тартып алсам ба деген ойдамын. Дұрыс, жақсы. Ал қоя беріңіз сұрақтарыңызды. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Мені осы жақында көрдіңіз ба? Бір-екі күнде еді? Иә, сіз келгелі қараудамын. Келгелі қараудамын, осыны бақылап келдім. Үйіңізде неше адам? Отбасымда анам, әкем және 2 ағам бар. Үйдің кішкентаймын. Үйдің еркесін десеңізші. Иә. Сіздер ше, отбасыңызда? Біз үшеуміз, үлкені менен кейін 2 інім бар, және анам бар. Аха. Сіз Шымкент қаласында? Қызылорда қаласында. Қызылорда қаласында кішкене Шымкентке жақындау ғой енді. Иә. Мысалы біз Шымкентте тұрамыз, жер үйде тұрамыз ғой біз. Аңға алтта тұру керек, мысалға сондайға қарайсыз. Сондай. Негізі жақсы қараймын, мүлде қарсылығым жоқ. Келінді қызмет жайлы айтып жатсыз ғой. Аха, бізде кішкене сол жағынан қарайды да. Басында ғой енді.
прям ойбай 5-те тұру керек, 4-те тұру керек деген не жоқ бізде. Басында деген қонақтар келеді. бірақ тағы қандай қызметтер бар сіздің үйде? Бізде негізі былай айтайыншы, бізде Иә. жаңа үйде анам ғана ғой. Анам таңғы 6-та тұрады да, өзі жұмысқа кетіп қалады. Біз обедке дейін сөйтіп демалыс күндері отыра беретінбіз. Сол бізде басында енді үйленгеннен кейін мысалы қонақтар келе бастайды, тәтті шай болады деген сияқты. Сол кездерде ерте тұрады, қалған күндерін бастап жұмысқа баратын болса, жұмысқа барады, болмаса үйде болса, үйде отырады дегенде ғой. Жалпы иә, қарсы емеспін. Өзіме де ұнайды негізі. Үй тірлігін жасаған. Өзіме де ұнайды деп жатыр. Бірақ менің мамандығым журналист. Сіз менің жұмыс жасауыма қарсы болмайсыз ба? Егер болашақта. Журналистика ма? Иә, журналистика. Жоқ, қыздың өзінің жұмысы болса, мен қарсы емеспін. Наоборот, үйде отырғаннан гөрі чем жұмысқа барған дұрыс деп ойлаймын. Әйел адам негізі үйде отырса кішкене ішіп қалады, мысалы. Сондай сияқты да. Мен қарсы емеспін ондайға. Иә. Мамандығым журналист деп жатыр. Мамандығым Сіз журналист. өзіңіз қарсы емессіз ғой? Жоқ, мен қарсы емеспін. Енді журналистика азанда бастап кешке келетін болса, өзім ертеге жатсам, өзім тамақ істеп, өзім үй жинай саламын кейде. Ал керек болса. Иә, содан тағы қоятын сұрақтарыңыз. Кішкене қобалжып қалдым ғой, ортаға отырғаннан кейін. Балсахан, Қатысушылар? Балсахан сұрақ Шолпан. қойсаңыз. Қош келдіңіз, Қарлығаш. Сізге сұрағым, сізде соңғы қарым-қатынас қашан болды және де не себептен тоқтады? Мендегі соңғы арақатынас осыдан 1 жыл бұрын болды. Мінезіміз келмегендіктен 2 жаққа кеттік. Жақсы, рахмет. Қарлығаш. Индира? Қарлығаш, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қарлығаш, жасыңыз 19-да, иә? Аха. Өзіңізді ауылдық өмірге, келіндік өмірге қиясыз ба қазір? Мен өзім ауылда өскем. Барлығын білем, барлығын үйренгем, ата-анам үйреткен. Сол себепті маған қиындыққа соқпайды. Нұр Сұлтан?